Сәлеметсіздер ме? Біздің YouTube каналымыздың көрермендері. Бүгін бізде бұқтырылып пісірген балық. Егер де сіздерге біздің каналымыз ұнап жатса, каналымызға тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бұл асты дайындау үшін бізге бір орташа балық, көкпияз, зімбір немесе имбир деп атаймыз, майда көк және қызыл бұрыш, перец чили деп айтылады, қойдың төс еті немесе майлы қабырғасы, ас көк, сарымсақ керек. Балықты желкесінен құйрығына дейін үзіп алмай кертіп турап аламыз. Ыдысқа салып көкпияз, жапырақтап туралған зімбір, бір ас қасық тұз, 3 ас қасық сарырақты араластырып, барлық жеріне жағып шығамыз. 20 минуттай қойып қоямыз.
Қазанға азырақ май құйып, қой етін салып қызартып қуырып аламыз. Үстіне зімбір, көкпияз, сарымсақ салып, исін шығарып қуырамыз. Үстіне біраз қасық сарарақтан, бір шай қасық қойылтылған соя соусын, және де аз мөлшерде қайнаған су құйып, біраз қасық тұз саламыз. Тұздалған балығымызды қазанға салып, бір қасық бұршақ қоймалжыңы, бір қасық хау устрица соусы, 3 қасық соя соусы, бір қасық қойытылған соя соусы, бір қасық дәмдендіргіштер қоспасы, және де аз мөлшерде тауық дәмдендіргіші, бір қасық қант салып, отын азайтыңқырап, 20 минут бұқтырып қайнатамыз.
Осы тағамға қосылған дәмдендіргіштерді Елән және Жетісу базарларынан таба аласыздар. Балығымыз піскеннен кейін үстіне аскөк және қызыл бұрыш сеуіп шығарамыз. Балығымызды үзіп алмай әдемілеп табаққа салып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.